Челебидің соты болып жатыр. Сот Челебиді жарылыс қойған үшін және басқа да қылмыстар үшін кінәлі деп тауып, 20 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарады. Челеби Аднанды кінәлі емес деп барлық қылмысты өз мойнына алады. Аднанды босатады. Аднан Челебиге келеді. Челеби, саған соңғы тапсырмам бар. Озанды өлтіресің деп айтады. Комиссар Жемреге хабарласып, Аднанды бүгін босатты деп айтады. Өмер ол Озанға бірдеңе істеп жүрмесін деп жүгіріп кетеді. Аднан Озанды аңдып келе жатады. Содан қаруын алып атпақ болғанда Өмер жүгіріп келіп Озан деп жерге құлайды. Полициялар келе қалады да ұстайды. Озандарға оқ тимеген аман сау. Аднанды ұстап алып кетеді. Озан комиссарға келіп, мынау мені өлтірмек болды. Егер мен өліп қалсам, Челеби не істер екен көрейікші. Мені өлді деп ойласыншы, ары қарай Челебидің жоспарын көрейік деп айтады. Комиссар ойланып келе жатады. Содан жолдың шетіне тоқтатады. Аднанды көліктен түсіріп сөйлеседі. Сені енді ешкім құтқармайды. Сен Челебиге сеніп отырсың ба, ол сені ит сияқты жұмсап отыр. Ол сені өлтіре салуы мүмкін, сен өлсең немесе сотталсаң анаң не болады? Соны ойладың ба деп айтады. Екеуміз келісім жасаймыз. Сен Челебиге барып Озанды өлтірдім дейсің. Сен Челебиге керексің бе, соны көрейік дейді. Егер істемесең түрмеге отырасың, егер келіссең сенің жазаңды жеңілдетем, өзім көмектесемін деп айтады. Аднан ойланып тұрып келіседі. Аднан Челебиге келеді. Озанды өлтірдім деп айтады. Челеби үнсіз отыр. Анасы келеді. Екеуі ұрсысады. Анасы, мен саған көмектесемін. Сен өзіңді жаралап ауруханаға түс. Ары қарай өзім қатырамын деп айтады. Содан Челеби камерасына келіп өзін жіпке асады. Күзетшілер келіп түсіріп алады. Ауруханаға әкетеді. Бір дәрігер анасына жүрегін тоқтататын дәрі береді. Челеби аппаратта жатыр. Дәрігер, жағдайы өте ауыр дейді. Анасы жылап Челебиге кіреді. Жаңағы уколды салады. Челебидің жағдайы нашарлап кетеді. Дәрігерлер жүгіріп келеді. Анасын шығарып жібереді. Сыртта күтіп отырады. Комиссар да келеді. Біраз уақыттан соң дәрігер шығып, біз қолымыздан келгенді жасадық. Арты қайырлы болсын деп айтады. Ескендір бақырып жылайды. Челебиді алып кетеді. Комиссар Озанға хабарлап айтады. Жемрелер ауруханаға жүгіріп келеді. Мен Челебиді көруім керек деп айтады. Хулия, кет деп айқайлайды. Жемре комиссарға, мен өз көзіммен көруім керек дейді. Комиссар, мен көрдім, ол өлді, өзін өзі өлтірді деп жауап береді. Содан Челебидің жерлеуі болады. Жемре де келіп тұрады. Челеби бір үйде тығылып отыр. Хулия келеді. Шетелге қашырмақ болады. Челеби, шетелге кетпеймін, Жемре мен қызымды алып кетемін деп айқайлап отырады. Анасы ұрсады. Ескендір Челебиді ойлап қайғырып жылап тұр. Чичек келіп жұбатады. Чичек Ескендірдің үйінде тұрып жүреді. Хулия үйіне келіп кеме саяхатын қарап отырады. Біреуге хабарласып кеме керек деп айтып тұрғанын Чичек естеді. Хулия кеткен соң суреттерді көреді. Ескендірге анаң саяхатқа кетпекші, арендаға кеме алып жатыр деп айтады. Ескендір, мүмкін емес, анам кемеден қорқады деп жауап береді. Чичек ойланып қалады. Чичек Жемреге келеді. Челеби тірі сияқты деп айтады. Жемре қорқып кетеді. Барлығы комиссарға келіп айтады. Кешке Өмер мен Үрияның үйлену тойы болады. Чичек те келеді. Чичек Ескендірге кетіп қалған үшін Үрия сөйлеспей жүр. Томирис те қарағысы келмей отырады. Барлығы би-билеп тойлап жүр. Хулия үйінен шығып кетеді. Полицейлер соңынан аңдиды. Хулия аңдып келе жатқанын байқап қалады. Содан мейрамханаға кіріп отырады. Бір адамына хабарласып Челебиді қашыруды тапсырады. Комиссар сыртта қарап отыр. Бізді байқап қойды деп біліп отыр. Кемелерді тексеруге бұйрық береді. Челебиге адамы келіп киіндіріп алып шығады. Хулия, ханым келмейді, полиция аңдып жүр деп айтады. Жағажайға алып келеді. Челеби кемеге кіріп отырады. Капитанның телефонынан тойдың суретін көреді. Озанның тірі екенін көріп, өз көзіне өзі сенбей тұрады. Бұл қашан түскен суреттер дейді. Бүгін болып жатқан той дейді. Челеби той болып жатқан жерге келіп қарап тұрады.
Той тарқап өздері ғана отыр екен. Озан мен Жемре сөйлесіп тұр. Чичек Ескендірге Челеби тірі болуы мүмкін деп айтады. Ескендір күледі. Чичек анаңды сөзге тартып білші деп өтінеді. Анасы жоққа шығарады. Хулия Челебиді іздеп жүреді. Челеби үйіне келеді. Асып түсіп кабинетіне кіріп сейфтен ақшалады. Және қару алып кетеді. Ол кеткен соң Хулия бос сейфті көреді. Адамдарына хабарлап Челебиді тауып әкелуді бұйырады. Жемренің үй жағынан іздеңдер деп тапсырады. Жемре үйінде қорқып отыр. Челеби сыртта Жемренің үйін торуылдап жүреді. Хулияның адамдары артынан келіп ұрып талдырып әкетеді. Оянған соң анасы ұрсады. Жемрелер комиссармен бірге барлығы Челебиді ұстау үшін жоспар құрады. Өмір Чичекке хабарласып жоспарын айтады. Чичек келіседі. Чичек Ескендірге Жемре басқа жаққа қашып кетпекші деп айтады. Хулия естісін деп әдейі айтады. Бүгін кешке сағат 5-те автовокзалдан мінеді екен, қайда кететінін білмеймін деп айтады. Хулия Челебиге айтады. Челеби қызымда кетем деп ашуланады. Автовокзалды полицейлер қаптап жүреді. Озандар көлікте отыр. Челеби келеді. Автобустарды аңдып жүреді. Автобустың багажына жасырынып отырады. Комиссар күтіп отырады. Содан Челеби өлген шынмен тірі болса келер ет деп қайтып кетеді. Озан мен Өмір тағы күтейік деп шырылдап қалады. Озан Жемремен сөйлесіп тұрады. Челебиді автобус шопыры көріп түсіріп жібереді. Озан екеуі бетпе-бет кездеседі. Жемреге Челеби тірі екен деп айтады. Жемре қорқып кетеді. Өмір жүгіріп келеді. Челеби қаруын шығарып Озанды атады. Жемре бақырады. Челеби қашып кетеді. Өмір көмек сұрап айқайлайды. Жедел жәрдеммен алып кетеді. Әлеуметтік желіде видео тарайды. Өлді деген Челеби тірі екен, тілшіні атып кетті деп видеосы тарап кетеді. Барлығы көреді. Үриялар анасына келіп айтады. Озанға ота жасалады. Барлығы жиналады. Анасы Жемреге атылады. Комиссар Хулияға келіп тергейді. Хулия Челебидің тірі екенін білмедім деп жауап береді. Челеби үйіне келеді. Ескендір кеткен соң үйіне кіреді. Анасынан қашуға ақша сұрайды. Анасын құшақтап жылайды. Ақша береді. Анасымен қоштасып кетеді. Озанға анасы кіріп отырады. Содан Жемре де кіріп жылайды. Өмір Ескендірдің алдынан шығады. Челебиді тауып бер деп жармасады. Содан екеуі бірге іздеуге кіріседі. Кеме жүретін жерге келеді. Челеби келе жатады. Өмірлер көріп қуады. Челеби қашады. Көлікпен қуып келе жатыр. Өмір полицияға хабар береді. Челеби көліктен түсіп жаяу қашады. Өмір таппай қалады. Челеби дүкенге кіріп анасына хабарласады. Кешке Хулия үйінен тығылып шығып кетеді. Ескендір көріп комиссарға хабар береді. Соңынан аңдып келеді. Хулия көліктен түсіп ішке кіріп кетеді. Ескендірлер көріп отыр. Ескендір біріншімен кірейін деп ішке бірінші кіреді. Челеби Ескендірді көріп ашуланады. Менің дұшпандармен біріктің, сатып кеттің деп қаруын тақайды. Екеуі төбелеседі. Хулия ойбайлап ажыратып жүр. Содан полицейлер келіп тоқтайды. Челеби қорқып кетеді. Хулияға қару тақап алып кетеді. Хулия келген көлікке мінеді. Шопырға жүр кеттік дейді. Хулия ойбайлап бақырып жатыр. Рульде Өмір отырады. Челеби Өмірді көріп өз көзіне өзі сенбей отыр. Өмір тормозды басып қалады. Солай Челебидің қаруын алып көліктен түсіреді. Хулияны кет деп қуып жібереді. Челебиді талдырып алып кетеді. Таңертең Челеби оянады. Өмір сені өзім жазалаймын деп сөйлеп тұрады. Үрия Өмірді телефон сигналы арқылы тауып келеді. Үрияны жақындатпайды. Полицейлер келеді. Челеби ары-бері қашпақшы болады. Жан-жақтан полицейлер қоршап ұстайды. Жемренің үйінің алдында қаланың әйелдері Жемрені қорғау үшін қолдау білдіріп отырады. Үрия келеді. Челеби ұсталды деп айтады. Барлығы қуанады. Өмір Озанға келеді. Хулия тергеуде отыр. Ескендір мен Чичекте уайымдап отырады. Ұсталды деп хабар береді. Ескендір мен Чичекте қуанады. Челеби тергеу кезінде иісі ауысып күле береді.
15 күн өткен соң Озанды ауруханадан шығарады. Озанның анасы Жемре екеуіне батасын береді. Челеби мен Хулияның соты болады. Ескендір екеуіне қарсы куәгер болады. Екеуі сотталады. Челеби камерада есі ауысып, жынданып өзін жаралай бастайды. Күзетшілер ауруханаға алып кетеді. Укол салып ұйықтатып қояды. Ескендір Чичекті мейрамханаға шақырады. Чичек телефонның камерасын қосып қояды. Ескендір өз сезімін білдіреді. Соны пайдаланған Чичек, жарылысты сен қойдың ғой деп сөзге тартады. Ескендір Чичекке сеніп мойындайды. Я мен қойдым, бірақ адамдардың барлығы қайтып кеткен соң жарылу керек болатын. Ешкімді өлтіргім келмеді деп айтып отырады. Чичек видеоны комиссарға әкеп көрсетеді. Бұл жаңалықты естіп Тамирис пен Үрия да келеді. Ескендірді ұстап әкеледі. Үрия мен Тамирис Чичектен кешірім сұрап үйге қайтуын өтінеді. Ескендір бәрін мойындайды. Бұл жарылысқа Үрияның әкесінің де қатысы болғанын. Оны Челебидің өлтіргенде мойындайды. Озан мен Жемре үйленеді. Челеби жындыханада жатыр. Жынданып жүріп терезеден секіріп кетеді, содан жүре алмай төсекке таңылады. Жемрені теледидардан көріп жатады. Ескендір түрмеде жүр. Аднан да түрмеде жүр. Екеуі аулада бір-бірін көреді. Хулия да түрмеде жатыр. Бір күні Ескендірге Чичек келеді. Ескендір, неге келдің деп ашулана. Чичек, сен жазаңды өтеп шыққанша сені күтемін, сені жақсы көремін деп айтады. Екеуі құшақтасады. Бірақ бізге Ескендірдің түрмеден шыққанын көрсетпейді. Осымен сериалымыз аяқталады.